көп адамдар ойлайды ғой, Алла тағала маған бермей қойды деп ойлайды. Біреулер перзентін сұрайды, бірақ бермей қойды деп ойлайды. Біреулер денсаулық сұрайды, бермей қойды деп ойлайды. Біреулер басқа нәрселер сұрайды, бермей қойды деп ойлайды. Бірақ бұның барлығы Алла тағала тарапынан берілген нығметтер еді. Өйткені бір сөзінде, хадис құдсида мынандай сөз бар. Алла тағала біреуге мал дүние береді екен. Егер мен оған мал дүниені бермей қойсам, ол Құдайдан шеттеп кетеді. Ал енді кейбіреуге мал дүние бермейді екен. Одағы мағынасы, егер мен оған мал дүние беретін болсам, ол Құдайдан шеттеп кетеді деп айтады. Сол үшін кейде осы дүниедегі біздің жеткен жетістіктеріміз бізді Аллаға жақындатып атса, бізге сондай рухани байлық сыйлап атса, онда ол үлкен нығмет. Және керісінше, егер сізге Алла тарапынан берілген қандай да бір нәрселер, киім-кешек, мал дүние, мансап, ақша, Құдайдан сізді ұзақтатып атса, онда оны нығмет деп айтамайтын шығармыз. Бұл Алланың берген сыны. Тағы бір нәрсе, ғалымдарымыз жазады. Кәзалика ютимму ниъматаху деген сөз, бұл исламда айтып жатыр дейді. Алла тағала сіздерге өзінің нығметін толтырып берді дегені, мынау материалдық дүниенің жанында рухани байлық, ислам байлығын берді деп айтады. Иман байлығын берді. Лааллакум туслимун. Сол үшін айтады, мүмкін сіздер бойсынарсыздар. Яғни Алланы мойындап, барлығын бірлігін мойындарсыздар дейді.